Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге жасанды интеллекттің көмегімен сабақты қалай тиімді ұйымдастыруға болатынын көрсетеміз. Қазіргі цифрлық заманда мұғалім үшін уақытты үнемдеу, сабақты қызықты әрі заманауи форматта өткізу маңызды міндеттердің бірі. Осы ретте жасанды интеллект құралдары үлкен көмек береді. Бүгін біз 4 негізгі бағытты көрсетеміз. ChatGPT арқылы қымыжы жасау, Gamma платформасы арқылы презентация дайындау, ChatGPT арқылы сурет жасап, Dreamface сайтында кейіпкерді сөйлету және WordWall платформасы арқылы сұрақ тапсырмаларын дайындау. Енді әр құралға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші кезең ChatGPT арқылы қысқа мерзімді жоспар, яғни қымыжы дайындау. Ол үшін ең алдымен Google жүйесіне кіріп, іздеу жолағына ChatGPT деп жазамыз. Шыққан нәтижеден бірінші сайтты ашамыз. Ашқан ChatGPT-імізге нақты сұраныс жазылады. Мысалы, 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен отанымды сүйемін. Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытым өлеңіне қымыжы жаса. Онда оқу мақсаты, бағалау критерийлері, дескрипторлар, мұғалім және оқушы іс-әрекеті болсын деп нақты жазылады. Жасанды интеллект бірнеше секунд ішінде құрылымды, дайын жоспар ұсынады. Мұғалім оны өз сыныбының ерекшелігіне қарай өңдеп, толықтырып қолдана алады. Бұл әдіс уақытты үнемдейді, сабақ құрылымын жүйелейді, бағалау жүйесін нақтылауға көмектеседі. Келесі қадам Gamma платформасы арқылы презентация жасауды көрсетеміз. Алдымен Google жүйесіне кіріп, іздеу жолағына Gamma деп жазамыз. Шыққан нәтижеден бірінші сайтты ашамыз. Сайтқа кіргеннен кейін ең алдымен тіркелу қажет. Біз Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Ол үшін Sign up with Google батырмасын басып, өз аккаунтымызды таңдаймыз. Тіркеліп болған соң, басты бетте Создать ай батырмасын басамыз. Одан кейін ашылған терезеде жасап шығару батырмасын басамыз. Келесі қадамда тілді таңдаймыз. Біз қазақ тілін таңдаймыз. Тақырып жолына Мұқағали Мақатаев, отанымды сүйемін деп жазамыз. Содан кейін тағы да жасап шығару батырмасын басамыз. Бірнеше секунд ішінде платформа автоматты түрде дайын презентация жасап береді. Осылайша біз қысқа уақыт ішінде заманауи, әдемі және құрылымды материал дайындай аламыз. Енді Dreamface сайты арқылы видео жасауды көрсетеміз. Алдымен біз ChatGPT көмегімен жасанды интеллект арқылы Мұқағали Мақатаевтың бейнесін жасаймыз. Яғни, ақынның фотосын генерациялап аламыз. Дайын суретті сақтап қоямыз. Келесі қадамда Google-ға кіріп, іздеу жолағына Dreamface деп жазамыз және сайтқа кіреміз. Сайтқа кірген соң Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін сайттың видео жасау бөлімімен танысамыз. Одан кейін жаңа видео жасау батырмасын басып, алдыңғы ChatGPT арқылы жасаған Мұқағали Мақатаевтың суретін жүктейміз. Келесі қадамда мәтін енгізу бөліміне Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытым өлеңін тауып, мәтінді көшіріп қоямыз. Мәтінді енгізгеннен соң жасау батырмасын басамыз. Бірнеше секунд ішінде сайт суретке дауыс беріп, кейіпкерді сөйлетіп, дайын видео жасап береді. Осылайша біз әдеби кейіпкерді тірілтіп, сабақты қызықты әрі әсерлі форматта өткізе аламыз. Ең бірінші бақытым, халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Соңғысы WordWall платформасы арқылы интерактивті тапсырма жасауды көрсетеміз. Алдымен Google іздеу жолағына WordWall деп жазамыз. Шыққан нәтижеден бірінші сайтты ашамыз. Сайтқа кіргеннен кейін Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Тіркеліп болған соң Создать немесе жаңа тапсырма жасау батырмасын басамыз. Осы жерде тапсырманың көптеген түрлері ұсынылады. Мысалы, анаграмма, флеш-карта, викторина, откройте поле. Біз осы тапсырма түрлерінің ішінен Откройте поле тапсырмасын таңдадық. Келесі қадамда ашылған терезеге өзіміздің сұрақтарымызды жазып енгіздік. Яғни, әр ұяшықтың ішіне сабақ тақырыбына байланысты сұрақтар орналастырдық. Барлық сұрақтарды енгізіп болған соң Выполнено батырмасын басамыз. Осылайша біздің интерактивті ойынымыз дайын болады. Оқушылар экрандағы қалаған санын таңдап, сол санның артындағы сұраққа жауап береді. Бұл әдіс сабақты қызықты өткізуге және оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бүгін біз жасанды интеллект арқылы сабақты ұйымдастырудың бірнеше жолын көрсеттік.
киімже жасау, презентация дайындау, кейіпкерді сөйлету және интерактивті тапсырма құру. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға тіркеліңіздер.